Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Сәулетбай Сарқытұлы. Мен мынау Шығыс Қазақстаннан бөлініп шыққан Абай облысындамын. Абай облысында жер жағдаймен танысып жүрмін. Өйткені Абай облысы қазір енді жан санының азайып бара жатқанына байланысты көші-қонмен кісілерді қабылдайды. Арнайы квоталар, субсидиялар беріледі көшіп келетін кісілерге. Енді Абай облысы Шығыс Қазақстаннан бөлініп шыққан облыс, жаңадан құрылып жатыр. Жағдайы жақсы, елінің бәрі малмен шұғылданады, егінмен шұғылданатын аз ғана кісілер бар. Аса көп емес, егінмен шұғылданатын кісілер. Жер көлемі үлкен. Енді бұл жаққа көшіп келем деген кісілерге, яғни семьяңызда 4 жан саннан жоғары болса, сізде кем дегенде 2 миллион теңге үкіметтен субсидия қаражат аласыз. Қайтарымсыз қаражат сіз үшін бір жолдық көмек беріледі. Және биылдан бастап бұл жаққа көшіп келетін кісілерге мынау көрсетілген жалпы республика бойынша 8 облыс бар. Сол 8 облысқа көшіп келетін кісілерге берілетін 4 миллион теңгеге дейін қаражат бар. Яғни сіз үй сатып алсаңыз, үйді 8 миллионға сатып алсаңыз, оған 4 миллион теңге сізге қайтарымсыз қаражат береді, көмек ретінде. Ал сіз енді 6 миллион сатып алсаңыз, 3 миллион теңге дегенде 50% көмек жасалынады. Ол ешқандай қайтарымсыз көмек. Ал енді мен осыдан бұрынғы видеомда бір-екі ауыл таныстырдым. Жарма ауданының, жалпы Абай облысы Жарма ауданының Қызыл Ағаш және Егіндібұлақ деген ауылдарын таныстырдым. Енді тағы бір-екі ауылын таныстырмақшымын. Жарық және сонымен бірге Белтерек деген ауылдар туралы айта кетпекпін. Көріңіздер. Жарық деген ауыл, ол болса ода үстірті жерге орналасқан. Яғни алдыңғы кескінімде айтқандай бара Қызылағаш, Егінбұлақ және Жарық деген ауылдар негізгі тау үлгілерінде ұқсас, бір-бірінен аса таулар асып барса аса ұзақ емес жерлер. Солай орналасқан бір жүлгеде деп айтуға да болатын шығар, ұсақтау жүлгелерінде. Енді бұнда Жарық деген ауылда 171 семья тұрады. Бұл да кезінде жақсы шырқаған ауыл. 400-ден аса семья болған. Қазір бар жоғы 171 семья ғана тұрады. 536 жан тұрады. Бар жан саны. 5-6 үй бос. Сонда бар бос үйлер. Енді мектабында оқушы саны болса 120 оқушы оқиды. Мектабы үлкен мектап. Ары қарай бала қабылдағысы келеді. Көшіп келетін кісілерді қабылдамақшы. Онда енді Тоқалбатау дейтін бір жеке кәсіпкерлік бар. Шаруа қожалық. Жалпы тұтас ауылдың жері сол шаруа қожалығының меншігінде. Ол шаруа қожалы мал шаруашылығымен, сонымен бірге егін шаруашылығымен айланысады. Сонда егіндер егеді. Мен видеомда көрсетемін еккен егіндерін туралы, не істеп жатқаны туралы. Және мал жағдайы жалпы жылқы малы мөлшермен 2500-ден жоғары жылқы мал бар сол ауылда. Сонымен бірге сиырдан 2000-ден жоғары сиыр бар. Қойларда, біраз қойларда бар. Енді ол ауылда бағанағы айтылып өткен шаруа қожалыққа тракторист, сварщик, сол сияқты шаруа қожалығына мал асырайтын, мал бағуға кісі керек, малшы кісі керек дегендей сол сияқты кісілер қабылдайды. 120 қазір жұмысшысы бар. 120 адам жұмыспен қамтып отырған шаруа қожалық. Сонымен бірге бұл шаруа қожалығы келген кісілерге біз көмектесеміз дейді. Яғни тракторист болып жұмыс жасаса, бізде 3 ай шөп шабамыз дейді. 3 ай шөп шабысады. Соған мысалы еңбек ақысын төлейміз дейді. 150 мың теңгеден дейді. Оның сыртында 150 рулон шөп береміз дейді. Яғни бір шөбіңіз 10 мың теңгеден болса, жалпы 150 рулон шөбіңіз 1,5 миллион теңге болады дегендей сондай. Ол шаруа қожалығы жалпы бір ауылдың жерін бірақ емденіп алған. Онда негізі бос жерлер жоқ. Келген кісілер енді жер керек еді, көп мал асырамақшымын десе, о жағынан қиындық болады. Енді аз мал болса,
бағана шаруа қожалығы біздің малымызға қосып асырауына болады деп отыр. Малымызды бағып берсе ақысын төлесек дейді. Сондықтан да қазір көрсетем, көре кетіңіздер. Қандай ауылдар екен, қандай жолдарды басып өттік, қандай белдерден өттік дегендей, қандай таулы жер екен көріп көзден кешірсеңіздер болады. Жалпы облыс аудан орталығынан, аудан орталығы Қалбатаудан 86 шақырым жерге орналасқан ауыл. 86 шақырымға. 86 шақырым болғанда 50 шақырым аспа дейді. Қаржан 36 шақырым топырақ жол. Сонымен баруға керек болады. Үлкен далаға жылқылар жатыр. Анау жақтарда кең дала. Шар өзенінің жоғары жағы осы. Malga qatal qo'yib kutib ketib iya. Bir ulo andiga bir chaqirib o'lsuk. Iya. O жақта қоралар бар екен. Бұл жақта көбінде жылқы бағылатын сияқты. Малай деген ауыл екен. Осы жерге керек адамдар деп өзінің басында міне. Малай деген ауыл. Су алып жатыр міне. Жарық деген ауылға кетіппіз. Жарық деген ауылға кетіп жатырмыз. Малай деген ауыл екен. Мынау мектеп екен. Мектеп анау екен ғой. Жарық деген ауыл екен достар. Мына Малай бағана Қалбатау қанша шақырым Малай? 35, 25, 65, 60. Малай 60 болғанда, мына жақтан 30 болса 90 шақырым екен ғой, жалғыз деген жер. Ол жақта қоралар бар екен бір.
Özende aldılar. Ne oluyor? Akkayın mı? Duygu sinri çekmiyor. Kol vuracaktır bunu bastı. Osman çara özünden başladı biz be. Cidden Betkilerinde böyle bir sarılarla ağır ağır. O bitkiyi de dışarı gireyim. Böyle bir sarı. Мамырда. Соны қардың су екенде мына сайсылады ағыштар, қарлар тұр әлі. Сайсалады. Май ма? Май ғой. Ha? Май ғой. Май мамыр кетті ғой енді.
Көкбекті қанша шақырым осы жақтан, осы ауылдан? Осы ауылдан Көкбектің қазір мен саған Миғаш деген 50 шақырым ғой. Онда жақын қалады екен ғой? 50 шақырым жер, біз жақын екен 2-3 жетелікіз. Бір ғой. Алматының Осыдан тура осылай шықсаң, кеше Михалковке дедіңіздер ме? Михалковке деген бардыңдар ғой. Қызылағашқа соған бірақ шығасың, ары қарай бұл жерде 40-45 шақырым. Жай жолмен барасың. Жерлерде егін салынатын жерлер әсілі бар екен. Бос тұрғаннан бері. Кезінде егін салған жерлер ғой жерлер, бос тұр ғой. Бос тұр, е? Мұнан бәрін егін салып болып өткен. Кішкене сор бар сияқты бұл жерде. Бер жақ шетінде сор бар екен, е? Егін салған жер екен ғой. Егістік жер екен. Міне, егістік жер, егін егіп тастапты. Егін егіп тастапты. Қардың суымен арпа, бидай керемет шығады дейді. Міне, егіндіктер. О, не егіліп жатыр. Тракторлар жүр. Оның ішінде айпас әне егіп жатыр егін. Егіп жатыр міне. Күзде жүріп тастаған жер екен әсілі. Иә. Күзді айдап тастаса деймін. Соны чанап тұрма салып бірдеме реттеп Күзді жатыр. айдап тастасам ешке. Күздік мейнемде бола ма? Болады, ә? Күздік екпейді ғой деп бар. Бұрын егетіп қазір екпейді. Ексе түсіміз орын. Биыл ектеп жүр. Біз егетіп. Егістік жерлер жатып жүрдік. Бай бұлды. Жанармай фунгита. Басыңызды артыңыз, артыңыз. Қалбатау асыл Жазда тоқтап қалады, су ма жаздай бар ма? заводы дейді. Қалбатау асыл заводы дейді. Мешіт міне жаңадан тұрғызылып жатқан мешіт бар екен. Кезінде шырқырап тұрған тау болған екен ғой. Үйлер осындай екі тұр. Аллар ойнайтын жер. Бәрін еті жүйдейді.
Осының әкімшілік екен. Жарық ауылдың әкімшілігі мынау екен. Мектабы қайсы болды сонда? Мектабы? Мектеп ар жағында. Мектеп ар жағында. Мәдениет үйі мынау болғанда. Мектабы да үлкен болу керек екен. О, жерде мектеп көрініп тұр. Екі этаждық. Осындай ауыл. Жарық ауылы. Абай облысы. Жарма ауданы. Жарық ауылы. Мен қазір әкімшіліктің екінші этажында тұрмын. Міне ауылдарды үстінен түсіріп жатырмын. Қарасаңыздар, ауылдың үйлері осы. Жан-жағының бәрі таумен орналасқан дейді. Мысалы, қазір біз келгеніміз осы жақтан келдік. Негізі батыс солтүстік жағы ма, солтүстік жағы ма сондай. Сол жақтарда егіндер салған, егіндер жақсы еккен. Енді айналасының бәрі таулар. Жол жөнекей көрсеттім бәрін. Сол таулардың бәрінде жайлаулықтар бар дейді. Былай да кететін жайлаулықтар бар дейді. Енді мал асырауға ешқандай қиындық жоқ екен. Егін салуға да болады екен. Жолы сәл кішкене аудан орталықтарынан, облыс орталықтарынан алыс демесе, былай жақсы тіршілік етуге жақсы аудан екен. Екі этаждық аудан әкімшілігі. Әкімшіліктері. Сонан бар. Сіз көш келгенде. 18-20 жыл болып қалды. Қай жақтан көшіп келдіңіз? Қытайдың қай жерден келдіңіз? Алтайдың қай жері? Сарыусын. Сарыусын болды. Алтайдың өзі ғой, Алтай ауданының өзі. Алтай ауданының өзі. Біз Іле жақтан келдік. Алтай қаласы. Алтай қаласы орталығы. Сіздер қай жақтікі? Біз Іленікі. Ленікі? Іле. Осы келгенде міне 19 жыл болды. Осы ауылда тұрсыздар ма? Осы ауылға келгелі. Енді ана аудан көлемінде 2 жыл тұрдық. 20 жыл болып қалдық. Местный болып кеттік дегенменен осы жердің адамымыз. Осы жерде жұмыс істейміз. Жарым десеңіздер енді ол жерде енді суда біраз. О жақта басқа мал шаруашылық қаншалық жер бар? Бос жер. Ол жерде ауыл тұрғындарына шабындық беріледі. Әрқайсысына 10 соттық жерден. Шабындығы. 10 гектар деңіз. 10 гектар. 10 сот дейсіз. Енді андай шаруа ашып десеңіздер, енді ол жерді белгілеп, бос жерлерді жаңа конкурс тәсіп. Міне айтылып отырған әкімшілігіміз осы. Жарық деген ауылымыз. Жарық деген ауылда жалпы негізі 171 үй, 536 жан сан тұрады екен. Осында мектабында 120 бала оқиды. Мектап анау жақта тұр. Бос 5-6 үй ғана бар жоғы бос үйлер. Көмірдің бағасы қыста 21 мың теңгемен осында халық көмір түсіріп алады екен. Ал енді мұнда жалпы жылқы басы мөлшермен 2500 жылқысы бар екен. 2000-нан жоғары сиыры бар екен. Сонымен бірге ұсақ малдар бар. Сондай. Бірақ жалпы бір Тоқалбатау деген шаруа қожалығының бүткіл жердің бәрі соның қолында екен. Бұл айтқанда мал шаруашылық жерде, егістік жерлерінде бәрі солардың қолында екен. Сол шаруа қожалық қана егінде салады екен, бәрін істейді екен. Жалпы солардың қолында осы ауылдың халқы жұмыс жасайды екен. 120-дан артық халық осы ауылдың халқы сол шаруа қожалықтың қолында жұмыс жасайды екен. Бұл осындай ауыл екен. Жарық деген ауыл. Абай облысы, Жарма ауданы, Жарық ауылы. Осындай ауыл. Ал енді ағайындар, Белтерек туралы айта кетпекшім. Белтерек деген ауыл жалпы аудан орталығынан 69 шақырым орналасқан. Яғни Абай облысы
Жарма ауданының орталығы Қалбатау. Қалбатаудан 69 шақырым жерде, яғни 30 шақырымға дейін Жалғызтөбе деген станция, Жалғызтөбе деген бар, пойыз өтетін жер. Соған дейін асфальтпен баруға болады. Ары қарай жол нашарлау шыны керек, ескі асфальт ойылған, тесілген дегендей. Сонымен баруға болады. Жалпы 69 шақырым жерге орналасқан ауыл. Бұл ауылда қазір 72 үй отбасы бар. Ол енді бұрын көп отбасы болған, қазірге дейін ол ауыл отбасылардың көбі ауылдан көшіп кеткен, үйлер қираған, ескі үйлердің бәрі жоқ болған дегенде шағылып. Жалпы 590 жансан тұрады, 598 жансан. 598 жансанның енді 47 шаруа қожалық бар, көп ауылда тұрмайды, негізі шаруа қожалықтарында тұрады дегендей. Бұнда үйлер 5-6 бос үйлер бар. Үйдің бағасы 1 миллионнан 2 миллион аралығында. Үй кірпіштен салынған дейді, яғни ақ кірпіштен салынған, қалыңдығы 2,5 кірпіш дейді. Мысалы 2,5 кірпіштің жарты метрге дейін барады ғой, сондай кірпішпен салынған. Бұл жерде қыс 3 айда 4 ай маңайында болады екен. Қар бірақ бәрібір сол 1 метрден асады. 1 метр маңайында, аз болса 70-80 см дегендей. Ал енді бұл жер жалпы бұл жерде қазіргі кезде 11.000 гектар жер бос жер бар. 11.000 гектар бос жер бар. Көшіп келем, малмен келем деген кісіге жер береміз деп отыр. Келем деген кісіге жер береміз дейді. Сонымен бірге ауылда бар жоқ 47 бала ғана оқиды. Мектеп 11 жылдық мектеп болған. Ал енді биылғы кезде бала аз болған себепті қысқартып 9 жылдық қылып тастаған. 47 ғана бала оқиды, бар жоқ. Сондықтан да баласы көп кісілер болса қабылдағысы келеді. Ауылда мал түлігі сиырдан 5.000-нан аса сиыр, жылқыдан 3.000-нан аса, және қойдан 11.000 қой бар дейді шаруа қожалықтарында, жалпы ауыл халқында. Енді мұнда барам деген кісілер болса, көріңіздер, барсаңыздар болады. Малға жайлы жер. Енді қысыда жақсы дегендей 4 айдай. Бұдан бұрынғы көрсетілген видеоларымда, бұдан бұрынғы ауылдардың бәрінде негізі 6 ай қыс болатын жерлер. Мұнда 3 айдан аса 4 айға жуық қыс болатын өңір. Баратын кісілер болса хабарласыңыздар. Мейірдос деген ауыл әкімі бар. Телефон нөмірі 8-701-606-2420. 701-606-2420. Осы телефонға хабарласып барсаңыздар болады. Егер бала саны көп кісілер, семьялар келсе, 1 сиыр және 5 қой береміз деп отыр. Бала саны көп болған жағдайда солай көмектесеміз деп отыр. Енді көмектескенде де көп емес, 1-2 семья ғана көмектесе аламыз солай дейді. Шамамыз келгенше дейді. Сондықтан да барам деген кісілер болса, ауыл әкіміне хабарласыңыздар, барсаңыздар болады. Бала асырауға қолайлы жер деп ойлаймын өз басым. Шаруа қожалықтар шықпайды ма? Шаруа қожалықтар да шықпайды ғой. Әрі қарай малдар қойып, былай қарай шар теретория береді. Былай қарай Жаңғызтөбе жаңа. Содан сіз ойлаңыз, былайынан қоя берді ғой. Бір 15 километрден шаруа қожалықтар бастады. Солар бізге айтады ғой звондап. Участковый шақыртады, әкет малыңды. Қайыр деп. Участковый барады, штраф салады жаңағы. Штраф саламыз не деп. Айтып ана мәселесімен танысаңыз, бір құда жегжат үйінің жанында жаңағы бас салып, үй салып сондай тірлік қылып жатыр. Малын көбейтемін деп. Ал міне биыл тағы 3-ші жыл ма міне жаңбыр жаумай тұр. Баяғыда ондай болмаған. Жаз бойы күркіреп жауғанда тура. Мына жерде бала жас кезімізде нені осында трастың бойында жүгіріп жүретінбіз. Неше түрлі қайық сияқты сымақты неше түрлі жібересіздер. Қазір ондай жаңбыр жоқ. Былтыр мысалы бүкіл ауылдың бәрін ұйымдастырып тазалықтық та бердік, не де бердік. Әйді жоқ деп бәріміз сау боламыз жаңағы. Сондай. Жаңа біздің Нарынқолда да райондық ауданда да жазып жатыр ғой, тазалықтық береміз. Сондай. Міне Абай облысы Жарма ауданы Белтерек ауылы. Бұл Абай ауданының шекарасында, сол жаққа орналасқан.
Белтерек ауылы. Жалпы 72 үй бар. Бар осында орналасқан. 72 үй. 396 жан саны тұрады. Жалпы округ бойынша жалпы жан санын есептесеңіз 598 жан сан бар. Осында орналасқан. 27 шаруа қожалық бар. Яғни базенда шаруа қожалықтар 27 шаруа қожалық орналасқан. Ауыл шаруа қожалықтардың бәрі ауыл шеттеріне орналасқан. Мысалға. Енді 11.000 гектардай ақ жері бар. Қазір берілетін. Бұл жерде жалпы сиыр 5.000-дай сиыр, 3.000-дай жылқы, 11.000-дай қой бар. Ауылдық малдар жалпы. Енді мынау алдыда тұрған мектабында қазір барып көрсетемін. Ол жерде 47 ғана бала оқиды, бар жоқ оқитыны. Аудан бойынша бір 5-6 үй бос дейді. Үйлерінің салынуы мындай ақ кірпіштен салынған үйлер дейді. Және карказдан, яғни қамыстан салынған үй бар екен. Және қызыл кірпіштен де үйлер бар екен. Үйлердің бағасы 700.000 теңгеден басталып 2 миллион теңге дейін барады. Үйдің бағасы. Осындай. Бұл орталық, Жабым ауданының орталығы Қалбатаудан мөлшері 70 километрдей жерде орналасқан. Пойыз бекеті Жаңғызтөбеге 36 шақырым жерде, Жаңғызтөбеге. Осыдан былай қарай 36 шақырым жерде Жаңғызтөбе бар. Сол жерде пойыз жүреді, станция. Ары бері пойыздар қатынайды. Сондай. Әкімшілігі мынау. Мынау міне Белтерек ауылының мектабы. Біз мектабына келіп отырмыз. Бұл мектап 11 жылдық мектап болған. Кезінде дүркіреп тұрған ауыл. 400-дей семьясы бар болған ауыл. Қазір мектапта не бар 47 ғана бала оқиды, бар жоғы оқып атқан. 11 жылдықты қысқартып осы белгі жылда 9 жылдыққа түсіріп тастаған. Бала саны аз болғаннан кейін. Көрдіңіз бе? Соған осы балаға мектапқа оқушы керек. Келім деген кісіге жол ашық. Жер керек десеңіздер, жер керек, жер бар. Көркем жер, қысы 3 ай ғана болады. Қардың қалыңдығы 1 метр болады енді. Өтірік айтуға болмайды. Осындай мектабы міне. Жақсы, су бәрі тартылған, төгі бар. Газы жоқ. Міне, мектап осы екен. Мектап осы. Үш-төрт балаға сабақ береді. Бәрі грантқа неге түсіп жатады осы бізде. Бала аз болғаннан кейін ана миына білім жақсы құйылады ғой. Мектап осындай. Саламатсыз. Кластары. Қырық 47 бала оқиды сіздерде. Бірінші сыныпта қанша бала бар? Иә. 4 ғана. 9 сыныбыңызда. Міне. Бар жоқ бір сыныпта 4 қана бала. Содан 9 сынып бар. 7 бала. 8 класста 7 бала отыр. 9 класста 7 бала. 9-ға 7 бала барады. Бірінші сыныпқа 5 бала кіреді келесі жылы дейсіз. 5 бала қабылдап қойды. Иә. 5 бала отырды, дайындық топты, соны 5-еу қабылдады. Келесі жылы 50 бала болады дейсіз ғой. 47-іңіз 50 болады ғой сонда. 49, 48, 49 ба? В общем, 72 оқушы болу керек, негізі мектеп Бірақ болу бізде керек. ол бала 72? Иә, 72 болу керек. Сендер 30 баламен келсеңдер оқушымен. Иә. Онда Болды. пожалуйста. Болды. 30 баламен келеміз. Қайдан табасыңдар? Егер пейілдерің жақсы болса, 100 балаға шейін келеді. Иә. Пейілдер жақсы ғой. Айтып отырмын ғой, мектеп үшін ғана.
Kişi ortalamamız var 15 bala. Bu Hı. Geç saat 5'e дейін жатады. Birinci sınıf kabineti. Bugün күнге не балалар оқымай ма бүгін? Бүгін балалар оқымай ма? Ha, болды түстен кейін оқымайды. Міне осындай. Қазақ тіл кабинеті. Осындай екен міне. Екінші сынып. Саламатсыздар. 8 бала екінші сыныпта. Төртеу олимпиадаға кеткен. Иә. Он бала кетті. Екінші, төртінші сыныптан. Балаларыңыз мықты оқиды екен да. 4-тен кетіп алса. Екінші класста төртінші, төрттен алты бала кетті. IT кабинеті міне. Ноутбуктар. Ол ноутбук бар екен. Осындай екен IT класстар. Asus'тың ноутбуктар. Осындай. Керемет. Ойын бөлмесі, жазым бөлмесі. Мынау немене ғой? Балабақша? Кіші орталық медицинада 2 жастан бастап. 2 жас. 2 жарымнан асқан балалар. 2,5-нан 1-ші сыныпқа дейін бола ма сонда? Жоқ, 5 жасқа дейін. 5 жасқа дейін, е? Осындай, е? 5 жаста сентябрь. Мынада Міне. жатады. Балалар. Мына жатқан. Бұл қанша бала бар бұл немеде? 15 бала мына. 15 бала бар ма? 15 бала. Жақсы екен. Жататын бөлмелер. Жататын бөлмелер. Жатады осында. Бәрі дайын. 5 saat. 5 saat, ha. Керемет міне. Ойыншықтарымен. Жуынатын бөлімдер. Иә. Нормалдары бар тұрады. Амбремка жасайтын жерлер. Дұрыс. Керемет. Күшті. Спорт залдыққа барайын. Спорт залды көрейік, иә. Балалардың тамақтанатын бөлмесі. Қол жуып. Бұл жерде балалардың бәрі ақысыз тамақтана ма? Аз қамтылған отбасының балалары. Аз қамтылған отбасыларға не? Көп балалы, толық отбасының балалары. 47 баланың қаншасы тамақтанады? 17 бала тамақ. 17 ғана, е? Бана көп балалы болу керек. Атаулы әлеуметтік алатын болу керек, сол сияқты, е? Бір семья қалады бізде. Дұрыс. Көп балалы. Көп балалы. Екінші этажы. Екіншіде жаңағысында екінші этажы. Ар жағында да бар, е? Онда да Так, міне. Керемет. Так. Әдемілеп әшекейлеген. Жақсы. Осындай. Міне. Спорт залы. Осындай спорт залы бар. Ортасында. Осындай спорт түлектері бар екен. Осындай спорт түлектері бар екен. Күрес. Мынау күрес өтіну. Күрестен шыққан мықты түлектер бар ма? Облыстық жарыстарға түсіп жүрген? қазір бұрын болған, қазір жоқ. Қазір кішкентай балалар барып жүр. Иә. Бізде бітіріп кеткендер бар. Бітіріп кеткендер, е? Облыстық жарыстарға қатысқан, е? Уже кеткендер бар. Ha? Бітіріп тұрмысқа да шығып кеткендер бар.
Керемет. Осындай жер. Так. Абай облысы Жерма ауданы Белтерек ауылдық клубы. Клубқа кірейік. Мынауыңыз 2018-де тойхана. Бүкіл ауыл. Шағын. Саламатсыз ба? Клуб осындай шағын екен. Ана жа киім ауыстыратын жер ма не? Клуб осындай екен. Киімдері бар тұрғында. Кішкене ғана өзі. Сондай үстелдер мен. Олар мына жақта міне жастарымыз қыста уақыттары болғанда келіп теннис ойнайды мында міне. Настольниктер. Иә. Орындықтан бәрін ашып қойды. Наурызым бар. Қимыл болған кезде осы жерде болады дейсіз ғой. Сегізінші наурызым бар. Жаңа жылым бар, бәрі осында. Иә. Ауылдың жан саны аз болғаннан кейін жетеді ғой. Ол ол. Мынау не кафесі екен ауылдың. Той, хатым, бәрі осында болады дейді. Бастау деген. Мына жақ міне клуб. Енді ауылда анау шетінде мешіт бар екен, сол жаққа барып көреміз. Мешітке. Міне мешіті жақын жылда салынған екен. Мешіттер. Ауылдың жағдайы осы. Мектеп анау шетте. Телефон, интернет тартып тұр. Төгіңіз бар, суыңыз бар, бәрі. Үйдің бәріне сулар тартылған. Белтерек ауылы. Ол жақта таулар бар, жан жақта. Аса биік болмаса да тау жүлгелер қоршалып жатқан тау жүлгесі бар. Ауылдың бүткіл 47 шаруа қожалық. Осы әр жақтағы жан жағына ыдырай қоныстанып малдарын асырайды. Осындай ауыл. Келуге асығыңыздар. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Абай ауданы Жарма, Абай облысы Жарма ауданы Белтерек ауылы туралы айттым. Көп шықтыңыздар. Белтерек ауылына көп балалы кісілер керек. Мектебі жабылу үстінде кем дегенде 72-ден жоғары бала болу керек екен. Яғни 25 бала керек. Сондықтан да көшіп келем деген кісілерге көмектесеміз дейді. Келген кісілерді мүмкін болса үймен қамтуға бір қарамал 5 қой беруге дайын. Ауыл халқы солай көмектесеміз дейді. Шамасы келгенше. Сонымен бірге келем деген кісілер болса хабарласыңыздар. Мирдос деген әкімі. Телефон нөмірі 8-701-606-2420. Осында келіп қоныстанам деген кісілер болса келіп қоныстансаңыздар болады. Сонымен бірге көшіп келетін кісілерге мынау ішкі көшпенде, сыртқы көшпенде қабылданатын жер. Көші-қон үшін әр көшіп келетін отбасыға берілетін көші-қон қаражаты 240.500 теңге көші-қон қаражаты беріледі. Әр жан үшін. Сонымен бірге үй жалдау үшін берілетін қаражаттар бар. Оның өзі 4 жан саны үшін 1 миллионнан аса қаражат болады. Жалпы 2 миллионнан аса қаражат үкімет жағынан берілетін субсидия бар. Сонымен бірге егер үй сатып алған жағдайыңызда жақсы бағада сатып алсаңыз, мысалы 50% берілетін үкіметтің қаражаты бар. Мысалы сіз үйді 5 миллионға сатып алсаңыз 2,5 миллион теңгесін үкімет береді. Былай айтқанда 8 миллионға сатып алсаңыз 4 миллион береді. 4 миллионға дейінгі қаражат үкімет жағынан берілетін қаражат бар. Биылдан бастап солай жұмыс жасалынды. Сондықтан да келіп тіршілігін жасаймын деген кісілер болса келсеңіздер, мал ұстауға өте қолайлы жер. Келіп қоныстан деген кісілер болса әкіміне хабарласыңыздар. Осындай ауыл. Ауыл шеттері шама бар. Көрсетім, құдайым бұйырса.
қоныстансаңыздар болады. Осыдан деген кісіге есік ашық. Мелдерек ауылдан шығып бара жатырмыз. Мелдерек ауылы алты жаққа қалды. Жерде біраз сортақ бар екен. Сол сатылар дейді міне. Мелдерек ол жақта малдар жайлы бір. Жолы манау. Осыдан 36 шақырым жерде. Жаңғыз төбе деген станция бар. Жаңғыз төбеде 36 шақырым. Жаңғыз төбеден Алматыға қарай пойыз, солтүстікке қарай пойыз, Өскемен, Павлодар пойыздар жүреді. Астанаға да пойыз жүреді. Негізі бұл ауылдың жері жазықтау келеді екен. Жазық жер көп екен. Осындай